Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Сіздермен толқын. Мен бүгін сіздермен қазіргі таңда тренд болып жатқан бенто торттарының рецептімен бөлісемін. Дәмі өте керемет, нәзік болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқаның ағын сарысынан ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ағын салатын ыдыс бізде құрғақ, таза, бір тамшы да су болмау керек. Болмаса, жұмыртқаның ағы дұрыс көпірмей қалады. Барлық жұмыртқамызды дәл осылай ағынан сарысынан ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ағын үстінен тұз және лимон қышқылын саламыз. Бір пачка ванилин саламыз, бірақ бұл міндетті емес. Көлемі 2-3 есе өскенше миксердің орташа жылдамдығында миксерлейміз. Және осылай көпіргеннен кейін үстінен қантты аз-аздан сала отырып, орташа жылдамдықта миксерлейміз. Қантымыз толық еріп болғаннан кейін миксердің жоғары жылдамдығына ауыстырамыз. Бізде осындай қатты тығыз масса шығу керек. Жұмыртқаның сарысында дәл солай 2 есе өскенше миксерлейміз. Жұмыртқаның ағының үстінен сарысын салып, ақырындап жоғарыдан төмен қарай лопатканың көмегімен араластырамыз. Ақырын араластыру керек, себебі жұмыртқаның ағы басылып қалса, бисквит көтерілмей қалады. Толық араластырып болғаннан кейін ұнымызды електен өткізіп, 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Және бұны да ақырын лопаткамен жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Өткенде ыдысымызға сүтімізді құямыз, сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Және қамырдың үстінен құйып, толығымен араласқанша лопаткамен араластырамыз. Противень үстіне пергамент қағазын төсеп, бисквитімізді салып, барлық жеріне жететіндей етіп жайып шығамыз. Менде противень размері 30-35. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Бисквитіміз пісіп шықты. Осындай решетканың үстіне төңкеріп, пергамент қағазын алып, суығанша күтеміз. Бисквит толық суығаннан кейін осындай дөңгелектің көмегімен кесіп шығамыз. Менде бұл дөңгелектің ұзындығы 8 см. Сіздер өздеріңіз қалаған көлемде кесулеріңізге болады. Барлығын осылай дөңгелектеп кесіп шығамыз. Бисквиттерімізді пышақтың көмегімен осындай ортасынан теңдей етіп, барлығын бірдей етіп кесіп шығамыз. Ыдысымызға творожный сырымызды саламыз. Бұл сыр менде қолдан жасалған творожный сыр. Рецептін төменге описанияға қалдыратын боламын. Бұл 300 грамм болғандықтан маған жетпейді, сондықтан дүкеннің творожный сырын араластырамын. Үстінен қантымызды салып, толық қанты ерігенше, творожный сыр біріккенше миксерлейтін боламыз 1 минут көлемінде. Творожный сыр толық миксерленген кейін үстінен сливкимізді салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлеп, жоғары қарай көтере береміз. Бізде осындай тығыз масса шығады. Лопаткамен араластырып, ішіндегі ауасын шығарып аламыз. Енді кезекте торттарымызды жинаймыз. Коржымыздың үстінен пропиткамызды құямыз. Мен пропитканы жылы сүт және қанттан жасадым. Осылай пропитканы құйып болғаннан кейін үстінен кремімізді жағып шығамыз да қасықтың көмегімен жаямыз. Үстінен қайтадан корж салып, пропитка жасап, солай барлығын түгелімен қайталаймыз. Мен тортты 4 корждан жасадым.
Енді тортымызды безендіреміз. Мен бірінші тортты смайлик ретінде безендірдім. Кремімізге сары түсті бояғыш салып, жақсылап араластырамыз. Крем дайын болғаннан кейін торттың сыртының барлығына жағып шығып, тортты сары креммен қаптайтын боламыз. Смайликтің көзін және аузын шоколадты су ваннасында кондитерский мешокқа салып ерітіп, осылайынан жағып шығамыз. Енді екінші тортымызды безендіруге кірісеміз. Тортымыздың сыртын ақ креммен толығымен қаптап аламыз. 1-2 қасық кремге қызыл красканы салып, жақсылап араластырып аламыз бояу ерігенше, және кондитерлік қапшыққа салып, торттың үстінен осындай жүрекшелердің суретін салып шығамыз. Енді үшінші тортымызды безендіруге кірісеміз. Кремімізге көк бояуды салып, жақсылап араластырып, торттың сыртын толығымен қаптап шығамыз. Және 1-2 қасық ақ кремді осылай торттың үстінен түйме дағы гүлі секілді гүлдің суретін салып шығамыз. Үстінен бір тамшыдан сары бояуымызды гүлдің дәл ортасына тамызып шығамыз. Енді үшінші тортты безендіреміз. Ақ кремнің үстіне күлгін түсті бояуды салып, жақсылап ерітіп аламыз да, торттың үстінен қалаған жазуымызды жазып, және гүлдердің суретін салып шығамыз. Мінекей достар, біздің торттарымыз дайын болып шықты. Аса қиын емес, сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Көрінісі де әдемі болып шығады, дәмі де керемет. Егер менің рецептім сіздерге пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, үліпіл басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Алдалы көптеген рецепттермен бөлісемін. Сау саламатта болыңыздар.